Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. 2023 жылғы педагогтердің білімін бағалау тестіне дайындық. Педагогика, яғни қазіргі оқыту әдістемесі бойынша тестте кездесетін ең маңызды сұрақтар туралы осы видеода бөлісетін боламын. Сонымен бірінші сұрақ. Метатануды өлшеудің екінші бағыты. А. Тапсырмаға бағытталған. В. Тәсілдерге бағытталған. С. Оқушыға бағытталған. Д. Тұлғаға бағытталған. Е. Білімге бағытталған. Дұрыс жауабы А варианты. Метатануды өлшеудің екінші бағыты тапсырмаға бағытталған. Екінші сұрақ. Оқуды даралаудың шешуші критерийлерінің бірі. А. Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. В. Оқушылардың өз идеяларына рефлексия жасауы. С. Жұмысты орындауға қажетті әдісті таңдап алу. Д. Қай кезде мұғалімнің көмегі қажет екенін білу. Е. Оқушының қалай оқитынын қадағалау. Дұрыс варианты А варианты. Оқуды даралаудың шешуші критерийлерінің бірі білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Үшінші сұрақ. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы. А. Оқудың келесі кезеңдерін жоспарлау. В. Оқушының берілген сұраққа жауабын таңдау. С. Енгізілген өзгерістердің тиімділігін бағалау. Д. Оқушының келесі даму бағытын айқындау. Е. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Дұрыс варианты вариант Е. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы, алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Төртінші. Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттауға бағытталған білімді игерудің үлгісі. Александр бойынша. А. Декламинация. В. Талқылау. С. Нұсқаулық баяндау. Д. Диалог. Е. Механикалық есте сақтау. Дұрыс жауабы Е нұсқасы. Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттауға бағытталған білімді игерудің үлгісі механикалық есте сақтау. Бесінші сұрақ. Білімді жаңа жағдайларға орайластыру және әртүрлі мәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті. А. Ұқсастық бойынша пайымдау. В. Зерде теориясы. С. Нормативтікке дейінгі моральдық пайымдау. Д. Нормативтіктен кейінгі моральдық пайымдау. Е. Дәстүрлі моральдық пайымдау. Дұрыс варианты А варианты. Білімді жаңа жағдайларға орайластыру және әртүрлі мәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті ұқсастық бойынша пайымдау. Алтыншы сұрақ. Білімді игеруде оқушыға не істеу керектігін түсіндіру немесе ақпаратты жеткізу, фактілерді, қағидаттар мен рәсімдерді түсіндіру үлгісі. Александр бойынша. А. Нұсқаулық. В. Декламация. С. Талқылау. Д. Есте сақтау. Е. Диалог. Дұрыс жауабы А нұсқасы. Білімді игеруде оқушыға не істеу керектігін түсіндіру немесе ақпаратты жеткізу, фактілерді, қағидаттар мен рәсімдерді түсіндіру үлгісі нұсқаулық деп аталады. Жетінші сұрақ. Топтық жұмысқа қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіме түрі. А. Әңгіме дебат. В. Әңгіме сұхбат. С. Кумулятивтік. Д. Пікірсайыс. Е. Зерттеушілік. Дұрыс жауабы С варианты. Топтық жұмысқа қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіме түрін кумулятивтік деп атаймыз. Сегізінші сұрақ. Көпірлер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі. Брунер бойынша. А. Оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы. В. Баланың оқу әдеттерін бақылауы. С. Оқу әдеттерін бақылауы, жауап беруі. Д. Оқушының оқуының дамуын бағалауы. Е. Кез келген әрекетіне жауап беруі, бағалауы. Дұрыс жауабы А варианты. Көпірлер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы.
9-шы сұрақ. Ынтымақтастық оқудың негізгі аспектісінің бірі. А. Механикалық есте сақтау. В. Жаттауға, көп оқуға дағдылану. С. Тұжырымдарға күмәнсіз қарау. Д. Бітімге, келісімге қол жеткізу. Е. Өзін басқамен салыстыру. Дұрыс жауабы Д нұсқасы. Ынтымақтастық оқудың негізгі аспектісінің бірі бітімге, келісімге қол жеткізу. 10-шы сұрақ. Оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың командалық формасы. А. Зертханалық сабақ. В. Лабораториялық сабақ. С. Практикалық сабақ. Д. Топтық. Е. Мұғалімнің ерікті сапалары. Дұрыс жауабы Д. Оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың командалық формасы топтық сабақ деп аталады. 11-ші сұрақ. Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын? Түйінінің авторы. А нұсқасы Абай Құнанбаев. В. Ахмет Байтұрсынов. С. Мұқағали Мақатаев. Д. Сәкен Сейфуллин. Е. Мұхтар Әуезов. Дұрыс жауабы В нұсқасы. Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын? Түйінінің авторы Ахмет Байтұрсынов. Құрметті ұстаздар, педагогика оқыту әдістемесі бойынша видео сабағымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Видео сабақты соңына дейін қарасаңыз, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналға тіркеліңіз, колокольчик батырмасын басып, келесі видео сабақты бірінші болып көріңіз. Алда келе жатқан тестте тек қана сәттілік тілеймін.